Қайырлы күн, сұлу ханымдар. Бүгінгі видеода біз жылдың салқын мезгілінде бет күтімі туралы сөз қозғайтын боламыз. Салқын мезгілде бет терісіне ерекше күтім қажет. Сырттағы суық ауа райы, жел, жауын-шашын, үйдегі пештер мен батареялардан бөлінетін ыстық температура бәрі бет терісінің құрғауына әкеледі. Сондықтан бүгін сіздермен косметологтардың мына бір кеңестермен бөліссем деймін. Салқын мезгілде теріні тазарту үшін құрамында С және Е дәрумендері бар құралдарды, көбікті және гидрофилді майларды қолданған дұрыс. Ал майлы тері иелеріне минералды майлар мен парафин қосылған кремдерден аулақ болған жөн. Келесі бір кеңес: кез келген косметикалық өнімді сыртқа шығардан 1 сағат бұрын жағыңыз. Сонымен қатар құрамында Д дәрумені бар кремдерді пайдалануға кеңес береді. Көбіне нәр беретін кремдерді қолданған жөн деп жатады косметологтар, және күндізгі және түнгі кремдердің орындарын ауыстырып жағуды ұсынады. Бұл әдіс түнде бет терісін ылғалдандырып, жақсы нәтиже береді. Тағы бір кеңес: құрамында гиалурон қышқылы бар сары суларды міндетті түрде қолдануымыз керек. Сары су терінің терең қабатына еніп, жақсы ылғалдандырады. Сондай-ақ суды көп ішіп, тамақтану барысында А, С, Б және Е дәрумендеріне бай тағамдар жеу керек. Бұл дәрумендер терінің саулығын сақтауда ерекше рөл атқарады. Дәрумендерге бай жемістер мен көкөністерді және қышқыл сүт өнімдерін азық ретінде пайдаланып қана қоймай, олардан үй жағдайында маскалар жасап, жақсы нәтижелер көруге болады. Енді осындай терінің барлық типіне арналған маскалардың бірнешеуін қарастырайық. Ханымдар, бір ескертетін жайт: масканы бетке жақпас бұрын оның құрамындағы заттарға аллергия бар ма жоқ па, соны тексеріп алу керек. Ол үшін маскадан алып, қолымыздың сыртына жағып көреміз. 15-20 минуттай күтеміз. Егер ешқандай қышу, қызару болмаса, онда масканы пайдалана беруге болады. Құрма маскасы. Кәдімгі құрманы жуып аламыз да езіп бетке жағамыз. Құрма теріні ылғалдандырып қана қоймай, оны тереңнен қоректендіретін жеміс. Оның құрамында А, В1, В2, В3, С дәрумендері бар. Бұл дәрумендер қартаюдың алдын алады, әжімдерді тегістейді. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз, артынша нәр беретін крем жағамыз. Келесі алма маскасы. Алманы тазартып, қабығынан аршып, майда үккіштен өткіземіз. Біраз қасық зәйтүн майын не қолда бар кез келген өсімдік майын қолдануға болады. Және біраз қасық сүт не қаймақ қосамыз. Егер тері майлы болса, бір ақуыз қосуға болады. 15-20 минуттан соң жылы тампонмен жуып тастаймыз. Банан маскасы. Бір бананды езіп, 2 ас қасық сүт және жарты шай қасық бал қосамыз. Егер бет терісі майлы болса, бал орнына лимон солын қосқан дұрыс. 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып, нәрлендіретін крем жағамыз. Келесі сәбіз маскасы. Сәбізді майда үккіштен өткізіп, жұмыртқаның ақуызымен араластырамыз. Үстіне біраз қасық зәйтүн не өсімдік майын және жарты шай қасық крахмал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бетке және мойынға 10-15 минутқа жағып қоямыз. Жылы сумен жуамыз. Ханымдар, тағы бір ескеретін нәрсе: маска жасарда өзіңізге жарты сағат демалыс жариялаңыз. Кітап оқыңыз, журнал парақтаңыз, әуен тыңдаңыз. Ашулануға, сөйлеуге, тіпті күлуге де болмайды. Теріге кері әсер етуі мүмкін. Арнамыздағы келесі видеоларда терінің әр типіне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.